Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today's video I will devote to the topic English verb tenses. Verb tenses, 12 English verb tenses. Қалайсыздар, енді бүгінгі сабағымыз біздің ағылшынның 12 шағына арналады. Барлығымыз да осы тақырыпты жақсы көреміз. Қаншама уақыт арнап меңгеріп жүрсек те соңына жете алмай жүрміз. Қысқа ғана сабақта осы 12 шақты қалай дұрыс есте сақтау керек екен формуласымен барлығын түсіндіріп өтетін боламын. Және соңына қарай вау дейтін ақпарат айтамын. Сондықтан да міндетті түрде бірге болыңыздар, сабақ соңына дейін көріңіздер. Жалпы осы тақырыпқа байланысты сіздің көзқарасыңызды 180 градусқа бұратын боламын. Жалпы ағылшын тілінде 3 уақыт бар, білесіздер да. Present, past, future. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ болып, және олардың әрқайсының 4 формасы бар: simple, continuous, perfect және де perfect continuous. Көпшілігі үйренген кезде, мысалы present tense осы шақта алады да, олардың жаңағы 4 формасын бірге немесе әрқайсысын бөлек-бөлек үйреніп жүреді. 12 шақты бөлек-бөлек жеке тақырып қылып үйреніп жүреді. Ол адамды шатастырады, еске сақтау қиын, жалпы үйрену етістіктің 12 шағын дұрыс қолданып кету қиын болады бұл жолмен. Ал мен қалай үйретемін, қараңыздар. Мен present, past, future деп бөлмеймін, керісінше формасына қалай бөлемін. Simple шақтарды бірге аламын, simple'ды аламын да, оның ішінде present simple, past simple, future simple ғып бірге үйретемін. Ары қарай continuous шақтарын бөлек, perfect'ті және perfect continuous'ті бөлек-бөлек үйретемін. Осылай үйренген кезде бұл жерде өте оңай тұсы бар, өйткені мына жерде әрбір форманың атқаратын қызметі ұқсайды. Тек оны сіз өткен шақ, осы шақ, келер шаққа бетіп бөлесіз. Сол кезде еске сақтау оңайырақ болады. Мысалы, қараңыздар, simple tense'те де өзі аты айтып тұрған кезде бұл нақты, қарапайым, факт, күнделікті әрекеттер. Енді осы simple шақтарды қазір әрқайсысын бөлек-бөлек өтеміз. Қарапайым әрекеттер өткен шақта, қарапайым әрекеттер осы шақта, қарапайым әрекеттер келер шақта сипаттау тәсілі бір, тек формуласы ғана басқаша. Жарай ма? Осылайша формасына қарай үйренетін болсақ, есте сақтау оңайырақ болады. Енді қысқаша айтатын болсақ, simple tense'тер олар фактты білдіреді. Ал continuous дегеніміз ол процесс, яғни аяқталмаған әрекеттер. Дәл қазір аяқталмаған, өткен шақта аяқталмаған, келер шақта белгілі бір уақытта созылып жататын әрекеттерді осы continuous шақтарымен сипаттаймыз. Perfect шағында бұл жердегі маңызды нәрсе не? Ол нәтиже, іс-әрекеттің аяқталуы. Ал perfect continuous ол ұзақ процесс, соны сипаттайды. Енді кеттік, әрқайсына қарап өтейік. Simple шақтарды алайық, ол жай әрекет, ол жай факт, жай әдет. Осыларды күнделікті іс-әрекеттерді сипаттаймыз. Мысалы, present simple'ды алатын болсақ, she reads books every day. She runs in the park every day. Яғни бұл қарапайым күнделікті болатын іс-әрекет, факт. Енді осыны, әрине бұл жерде болымды сөйлем бар, болымсыз сөйлем бар, сұраулы сөйлем бар. Әрқайсының өзінің формуласы бар. Егер сіз формула ретінде дұрыс жаттап алып, дұрыс ары қарай сөйлем құрап кетсеңіз, негізі шатаспайтын боласыз. Simple'да көп формула, көп жалғау деген нәрселер жоқ. Қосымша, жаңағыдай көмекші сөздер деген нәрселер тоже аз болады. Енді simple'да do, does деген көмекші етістік бар. Және де болымды сөйлемде үшінші жаққа s жалғанады. I read books болса, she reads, he reads, немесе Дастан reads деп s қосамыз. Ал болымсыз сөйлемде she does not read, немесе doesn't read books every day. Ал сұраулы сөйлемде does she read books every day. Яғни, осы does, do дегендер ғана орнын ауыстырып тұр. Сондықтан да қиындатпай, қалай бар, солай есте сақтап алыңыздар. Бұл present simple болды. Осы шақта қарапайым әрекет. Енді past simple ол өткен шақтағы қарапайым аяқталған әрекетті сипаттайды. Мысалы, they watched a movie yesterday. Олар кеше бір фильм көрді. Просто факт. Болымсыз сөйлеміз they did not watch. They didn't watch a movie yesterday. Did they watch a movie yesterday? Яғни бір didті қолдану арқылы біз түрлендіріп тұрмыз. Сұраулы сөйлемге, болымсыз сөйлемге. Future simple. Келер шақтағы қарапайым әрекеттер. Мысалы, I will visit my grandma tomorrow. Ертең мен өзімнің әжеме барып дидарласып келем. I will not visit my friend tomorrow.
немесе will you visit your friend tomorrow. Бұл жерде will болып тұр, етістік ешқандай да түрленіп тұрған жоқ. Түсінікті деп ойлаймын, өйткені simple деген сол қарапайым әрекеттерді сипаттайды, и ол өткен шақта, осы шақта, келер шақта қарапайым әрекеттерді сипаттап тұр мына жерде. Енді continuous шаққа өтейік. Continuous дегеніміз ол процесс. Егер ол present continuous болса, ол дәл қазіргі кезде созылып жатқан, аяқталмаған әрекеттерді сипаттайды. Past continuous болса, өткен шақта белгілі бір уақытта созылып жатқан әрекет сипаттайды. Ал future continuous болса, келер шақта белгілі бір уақытта созылып жататын, жүзеге асып жататын процестегі процесті сипаттайды. Мысалы, present continuous, he's eating dinner now. Yeah? I'm explaining present continuous to you now. Дәл қазір, he is not eating dinner now. Is he eating dinner now? Яғни, бұл жерде қарап тұрсаңыз, көмекші етістік am, is, are, және де негізгі етістікке ing жалғанады. Бұл present continuous-тікі. Бір жағынан to be plus verb ing деп үйреніп алсаңыз, осы универсальный формуласы continuous-тікі. Просто to be осы шақта am, is, are болып түрленеді, өткен шақта was, were болып түрленеді, жекеше көпше түріне орай келер шақта will be болады. Енді be келер шақта түрленбейді, оның алдына willді қоямыз. Осылай еске сақтап алсаңыз, және негізгі етістікке міндетті түрде ing жалғасаңыз, формуласына шатаспайсыз. Жаңа present continuous-ті түсіндірдім, ал енді past continuous. We were walking in the park. We weren't walking in the park. Were you walking in the park? Яғни was, were-ні қолданып, түрлендіріп, орнын ауыстырып, біз past continuous-ті қолданып тұрмыз. Енді қараңыздаршы, мысалға, көбінесе past simple мен past continuous қатар қолданылады. Неге? Өйткені past simple өткен шақта белгілі бір уақытта орын алған әрекетті қысқа ғана әрекет сипаттаса, ал past continuous ол ұзақ әрекет сипаттайды ғой, Сонда сіз былай корреляция жасай аласыз, Мысалы, мен кеше осындай уақытта кітап оқып отырдым, немесе кино көріп отырдым, немесе паркте жүрдім, созылып жатты осы уақытта, Дәл сол уақытта сен келіп қалдың. Дәл сол уақытта жаңбыр басталып кетті. Дәл сол уақытта кенеттен бір әрекет орын алды. Сонда осылай парны қолдануға да болады. Мысалы, past simple мен past continuous-ті. Мысалы, when I was watching a movie yesterday, you came. Мен кеше кино көріп жатқан кезде сен келдің. Ол менің кино көру процесім ұзақ болды, ал сенің келуің сол әрекетті бөліп жіберді. Дәл сол уақытта орын алды, тез орын алды. Осылайша да сіз еске сақтай аласыз. Енді future continuous ол болашақта белгілі бір уақытта созылып жататын әрекеттер сипаттайды. Мысалы, she will be studying tonight. Ол кешке немесе түнде осындай уақытта не істейді? Сабақ оқып жатады, созылып жатады. She will not be studying tonight. Болымсыз түрі. Will she be studying tonight? Ол бүгін кешке сабақ оқиды ма? Осы уақытта сабақ оқып жатады ма? Деп елестетіп көріңіз. Просто сол ситуацияны елестету керек. Сол кезде ол сіздің есіңізде қалады. Continuous шақтары түсінікті болды ма? Енді келесі perfect шаққа өтейік. Perfect дегеніміз көпшілігін шатастырады. Бірақ бұл жердегі маңызды нәрсе нәтиже, әрекеттің аяқталуы. Енді осы шақта present perfectте дәл қазіргі уақытқа дейін іс-әрекет аяқталып маңызды болып тұрады. Оның нәтижесі маңызды болып тұрады. Өткен шақта белгілі бір уақытқа дейін белгілі бір іс-әрекет аяқталып қояды, сол кезге әсерін береді. Келер шақта да дәл солай. Белгілі бір уақытқа дейін белгілі бір іс-әрекет аяқталып қояды. Сонда perfect шағын аламыз. Мысалы, present perfect. I have lost my keys. Мен кілттерімді жоғалтып алдым. Қазір оның нәтижесі қандай? Мен үйге кіре алмай тұрмын. I have not lost my keys. I haven't lost деп қысқартсаңыз да болады. Немесе have you lost your keys? Сен кілттерін жоғалтып алдың ба? Неге үйге кіре алмай тұрсың қазір? Яғни ситуацияны адам елестету керек. Және осы perfect шақтарында have, has не болады? Және етістіктің үшінші шағы болады. Енді past perfectте had-ге ауысады, ол көмекші етістіктің үшінші формасы болады. Және де future perfectте will have болады, және негізгі етістік
ed немесе үшінші формасында тұрады. Past perfectке мысалдар: They had left before we arrived. They hadn't left before we arrived. Had they left before we arrived. Енді осы мысалда тоже опять же парный өткен шақтарды қолдануға болады. Олар біз келем дегенше кетіп қалған. Яғни өткен шақта іс-әрекет қандай? Біз келем дегенше деген уақыт, сол уақытқа дейін белгілі бір іс-әрекет аяқталып тұр. They had left. Жаңа past simple мен past continuous қатар қолданылады дедім ғой. Ал бұл жағдайда past perfect'тің негізгі атқаратын қызметі өткен шақта екі іс-әрекет аяқталды ма? Соның ең бірінші, ең ерте аяқталғаны осы past perfect'пен сипатталады. Мысалы, біз келгенше сендер кетіп қалдыңдар. Немесе кеше осы уақытта жаңбыр жауғанша біз ол жаққа жетіп алдық деген сияқты ситуацияны сіз осы past perfect және past simple мен сипаттайсыз. Түсіндіре алдым ғой, Және де future perfect болашақта белгілі бір уақытқа дейін белгілі бір іс-әрекет аяқталып қояды. Мысалы, he'll not have finished the book by tomorrow. Ол ертеңге дейін кітапты аяқтамайды оқып. He will not have finished дедім. Ал егер болымды сөйлем болса, he will have finished болады. Ал сұраулы сөйлемде will he have finished the book by tomorrow. Бұл жерде will бар, have бар және етістіктің ed формасы немесе үшінші формасы тұрады. Бұл perfect шақтары болды. Енді күрделі шақ perfect continuous шағы. Perfect continuous ол қанша уақыттан бері деген нәрсеге жауап береді. Мысалы, осы шақта қанша уақыттан бері белгілі бір іс-әрекет созылып жатыр. Ол ертерек басталды, әлі күнге дейін созылып жатыр. Өткен шақта да белгілі бір уақытқа дейін созылған. Бұл жерде ұзақтық маңызды. Болашақта белгілі бір уақытқа дейін созылып жатады. Мысалы, she has been learning English for 2 years. Ол ағылшын тілін үйреніп жүргеніне 2 жыл болды. 2 жыл бұрын басталды, әлі күнге дейін созылып жатыр. She hasn't been learning English for 2 years. Has she been learning English for 2 years? Бұл жерде have, has, been және де негізгі етістікке ing қосылып тұр. Жалпы, have, has дегеніміз ол present'ті білдіреді, been дегеніміз perfect'ті білдіреді, ал негізгі етістікке ing жалғану ол continuous'ті білдіреді. Сонда осылай формуласына қарап та еске сақтап алсаңыздар болады. Кеттік, past perfect continuous. We had been waiting for an hour before the bus came. Біз кеше автобус келгенше 1 сағат бойына күтіп тұрдық. Яғни уақыт қандай болды? Автобус келгенше. Біз не қылдық? Ұзақ уақыт бойы. Қанша уақыт бойы? 1 сағат бойы күтіп тұрдық. Осы нәрсені сипаттап тұр, We hadn't been waiting for an hour. Had you been waiting for an hour? Future perfect. I will have been living here for 5 years next month. Әрине күрделі сөйлем. Әрине бұл сөйлемді біз оңайырақ future simple мен, future perfect пен ауыстыра аламыз. Бірақ кейбір жағдайлар болады, нақты осы future perfect continuous'ты қолданады. Мысалы, I will have been living here for 5 years next month. Келесі айда мен осы жерде тұрып жатқаныма 5 жыл болады деп айтып тұр. Күрделі ситуацияны сипаттап тұр, I will not have been living here for 5 years next month. Will you have been living here for 5 years next month? Яғни, сұраулы сөйлем, болымды сөйлем және болымсыз сөйлем барлығының формуласын, мысалдарын келтіріп қойдым. Формуласына мән беріңіз. Кішігірім ғана өзгерістер бар. Және ол формуланың қай сөзі, қандай функция атқарып тұр, соған мән берсеңіз, негізі формуланы жақсы есте сақтап аласыз. Perfect continuous'та не болды? Сонымен have, has, been verb ing болды. Past perfect continuous'та had been verb ing болды. Future'да will have, сосын been verb ing болды. Күрделене түседі, бірақ әрқайсының атқаратын функциясы бар. Мына жерде әрине толық формуласын беремін. Осы формуласына қарап, өз беттеріңізше сөйлем құрасаңыздар болады. Ауызшада және жазбашада солай естеріңізде жақсы қалады. Сонда көрдіңіздер ма? Біз present'тің 4 жағы, past'тың 4 жағы, future'ның 4 жағы деп тұрған жоқпыз. Керісінше simple'дың өткен жағы осы жағы, келер жағы. Continuous'тың өткен жағы осы жағы, келер жағы.
Perfect continuous'тың өткен шағы, осы шағы, келер шағы, және де perfect'тің өткен шағы, осы шағы, келер шағы деп не істеп тұрмыз? Әрбір атқаратын етістіктің жаңағы функциясы бар ғой, соған қарай өткен шақ, осы шақ, келер шақ қып бөліп тұрмыз. Осылайша есте сақтау оңайырақ болады. Енді мына бір маңызды қызықты фактқа қараңызшы, қазір сіздің аузыңыз ашылып қалады. Біз осы етістіктің 12 шағын қаншама уақыт бойы үйренеміз. Көз майымызды тауысып, көп еңбектеніп, формуласын жаттап, жаңағыдай мысалдарын келтіріп, ұзақ үйренеміз, иә. Бірақ мына нәрсеге қараңызшы. Осы 12 шақтың ішінде бір ғана шақ, present simple, 59% жағдайда қолданылады. 59% жағдайда күнделікті өмірде белгілі бір ситуациялар сипаттау үшін 59% жағдайда қолданылады. Ал етістіктің 5 шағы 96% жағдайда қолданылады. Ситуациялар сипаттау үшін. Ол қандай шақ? 96% жағдайда қолданылады. Әрине, осы simple'дың 3 шағы. Present simple, past simple, future simple, және present continuous пен present perfect. Осы 5 шақ 96% жағдайда қолданылады. Ал қалған жаңағы күрделі болсын, сирек қолданылады болсын, шақтар 7 шақ. Олар 3-4% жағдайға кіріп кетеді. Сонда сіз барлығына уақыт бөліп, қиналып, бәрін жаттап, үйреніп жүрсіз, ал өміріңізде ол 7 шақтың бір 4-5-еуі кездеспеуі де мүмкін. Көрдіңіз ба? Сол үшін де, достар, ағылшын тілін үйренген кезде тиімді үйрену керек. Ағылшынның 12 шағын үйренген кезде тиімді үйрену керек. Және де мен тәжірибемнен бір қызық нәрсе айтайын ба? Осы present simple'дың өзін, бір шақтың өзін, English file сияқты, solution сияқты кітаптарда әрбір деңгейге бөліп қолданылу жағдайларын шашырап тастаған. Сол үшін де сіз ағылшынды әрбір деңгейін 4-5 ай созып оқисыз, ағылшын 6 деңгейін оқу үшін 3 жыл уақыт жұмсайсыз, ай сайын курстарға ақша төлеп, әрбір деңгей 4-5 айдан оқып, қаншама уақыт, қаншама ақшаңызды ысырап етесіз. Ал қараңыз, мен осы 59% жағдайда қолданылатын present simple'дың барлық қолданылу жағдайларын және де бүкіл формуласын сыйғызған бір сабақ дайындап қойдым. Ол менің курсымның бір сабағы. Сол курсымның сабағын сізге тегін бере аламын. Сол сабақтан кейін сіз present simple'ды толық меңгересіз да 60% жағдайда күнделікті өмірде қолданып сөйлем құрай аласыз. Ол сабақ өте пайдалы. Ол сабақты алу үшін мына жердегі сілтемеге өтіңіз. Сол жерге present simple деп жазыңыз. Біз сізге ол сабақты жібереміз. Сол сабақтан кейін сіз ағылшын тілін, әсіресе осы 12 шағын тиімді үйрену керек екенін бірден түсінетін боласыз. Мына сабақ қана пайдалы болды деп ойламаймын. Бұдан кейін де сізді өте күшті пайдалы сабақ күтіп тұр. Сонда міндетті түрде мына сілтемемен өтіп present simple деп жазыңыз бізге WhatsApp-қа, сізге сабақты жібереміз.